Дәл осындай көңіл күймен достар, айқай-шу қошемет астында позитивті көңіл күймен біз көптен күткен мерейлі мерекемізді бастаймыз ағайын. Той қоныш қуатты болсын. Тұңғышбектер әулетінде болып жатқан мерейлі мереке басталды ағайындар. Ал қошемет болсын ағайын. Ал той қоныш құтты болсын деп бір әндет бастаймыз. Айқай-шу қошемет керек ағайындар. Ал кет қанекей. Қолдау берер маған, қымбат қалқынбаған, той бастайды бүгін, азған атты қалайын, күнде тойға барам, ақбатаңды алам, туғанды той басталды. Қолдау берсең маған, оттай болып жанам, қонақтардың бүгін, көңілдерін табам, тойыңа шақырсаң, әстемеге салам, құтты болсын тойларың. Тойларыңа күнде барып қайнамын, баршаңыздан қуанышты байқадым, сіздерге арнап әсем әнді айтамын, айтамын. Тойларыңа күнде барып қайтамын, баршаңыздан қуанышты байқадым, сіздерге арнап әсем әнді айтамын, айтамын. Той қуаныш құтты болсын ардақты ағайын. Тұңғышбектер әулетінде болып жатқан мерейлі мереке басталды. Айқай-шу қошемет болсын ағайын. Ой, бәрекелді. Басымызға бақ қонған Алла қалап, бақты бағалаған ол да ғажап. Аспанасты жерістің тойғып жүрген, ассалаумағалейкум арма қазақ. Ізді басан бұрынға бабам басқан, ақыл сұрап толғанам замандастан. Нағыз мұсылман ер жігітіне тән қасиет, ассалаумағалейкум деп амандасқан деп біріншіден барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бәрекелді. Бәрекелді рахмет майстро. Бүгін міне Преке елді мекенінде, Қызылқұмның жерінде, құптарған жерінде біздің Асандай ағамыз бен Қазына анамыздың ошағының қасында дүбірлеген думанды той ағайын. Бұл тойдың себепшісі біздің Қазына Асан ағамыз бен Қазына әпкеміздің қызы Гүлсәлемдей аруды ұяға ұшырғалы жатыр ағайындар. Той қуаныш құтты болсын дейміз да, мерейлі мерекемізді әрмен қарай жалғаймыз. Әдептен озбай, көпке созбай, мерейлі мерекеміздің басты кейіпкері Гүлсәлемдей ару қыздарымызды айқай-шу қошеметпен қарсы аламыз. Ал қанекей, кет қанекей. Сонау Үштөбе елді мекеннен келіп отырған Лариса қарындасымыздың әнімізбен Гүлсәлемдей ару қызымызды айқай-шу қошеметпен қарсы аламыз. Ал кет қанекей майстро. Бізге әлі баласы, мінеки көзді ашып жұмғанша, ұяңнан қыстай ұшып барасың. Серуретіп ауылыңның даласы, құлағып екі үйдің арасы, ойпырмай әніміне дегенше, қалқадай ұсатылып барасың. Бағымды тербетіп ауылыңның даласын, құлағып екі үйдің арасын, ойпырмай әніміне дегенше, қалқадай ұзатылып барасың. Апа деп жан-жарыңның анасын, ата деп жан-жарыңның әкесі, оларды өзің
тербетіп ауылының даласын, құдағып екі үйдің арасын. Ойпырмай әнім міне дегенше, қалқадай сатылып барасың. Апа деп жан-жарыңның анасы, ана деп жан-жарыңның әкесі. Олардың өзіңдей көр өйткені, өзіңде сондай ана боласың. Олардың өзіңдей көр өйткені, өзіңде сондай ана боласың. Біз теппес, ал ендеше кетіп қалмайық. Ал ағайындар, той қуаныш құтты болсын дейміз да, мерейлі мерекеміздің басты кейіпкері Гүлсәлемдей аруды қызды ортаға қазалдық. Олай болса, Гүлсәлемдей ару қыздарымызға ең бірінші көзін салып, көзінен кейін сөзін салып, нау жүрегінің батылы жеткен, сонау Қазақстан елді мекеннен аттелетіп келіп отырған біздің Русландай күйбалдарыңызды айғай-шу қошеметпен қарсы аламыз. Ал маэстро, кет қанекей. Алаңдап жүрме оймама, келемесе бойлана. Алматылық сұлуға үйленуге болама. Осы тегі болса, жым қалар